Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі тақырып өте ауқымды болмақ. Музыка тыңдауға болады ма? Және тыңдаған жағдайда не болады? Осы тақырыпты ашып айтатын боламыз. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып пікір қалдыра кетіңіз. Бұл тақырып бәлкім мұсылмандардың, әсіресе дінге келгендердің санасын мәңгілік мазалайтын тақырыптардың бірі болса керек. Исламда музыкаға рұқсат бар ма жалпы, немесе жоқ па, осы жайында ақпарат берілетін болады. Ислам ғалымдары бұл жерде бос сөз музыкаға қатысты деп есептейді. Сондай-ақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ескертетін бір хадисі бар. Менің үмбетімде шарап ішетін, бірақ оны басқа атпен атайтын және онымен музыкалық аспаптарда ойнайтын адамдар болады. Аллах оларды азаптап, жер жұтып, кейбірін маймыл мен шошқаға айналдырады делінген. Енді музыкаға тыйым салуға не себеп болғанын түсінуге тырысайық. Әңгіме тек музыка тыңдаушыға қысқа уақыт ләззат алудан басқа пайда әкелмейтін бос әрекет екендігінде емес екен анық. Ол үшін ислам діні мұсылмандарды өз беттерімен жұмыс істеуге, жан дүниесін, нәпсісін басқара білуге шақыратынын ең біріншіден ойлануымыз керек. Біздің жанымыз неге ұмтылады? Бұл дүниенің ләззаттары мен ләззаттарына, сондай-ақ шексіз білім мен әсерге. Ал бұл біздің жанымыздың құмарлықтары. Біздің құмарлықтарымыз, мінез құлқымыз сырттай көрінеді. Бірақ Алла тағала біздің нәпсілерімізге белгілі бір шек қойған білеміз. Бұл шектен шығу, яғни ол күнә болып табылады. Сіздің құмарлықтарыңызды басқару ғылымы, сіздің жаныңызды басқару ғылымы. Мұнда сіз сұрақ қоя аласыз, музыканың оған қандай қатысы бар деген сияқты. Ал музыка біздің құмарлықтарымызға бақылауды әлсірететін, сондықтан жиі күнәға апаратын факторлардың бірі болып табылады. Музыка эмоцияны тудырады, немесе адамда бар эмоцияларды одан ары күшейтіп жібереді екен. Мұның салдары кейде орынсыз әрекеттерге әкелуі мүмкін. Яғни шектен тыс бір әрекеттер, амалдар жасап қоюымызға әкеледі. Яғни ол түбі күнәға апаруы мүмкін. Оның үстіне музыка адамды шындықтан алшақтатады. Армандар, қиялдар, ең сорақысы естеліктер әлеміне апарады, яғни өткен шаққа апарады екен. Нәтижесінде орынсыз жағдайлар, көңіл күйлер, эмоциялар қайтадан пайда болады. Орынсыз эмоциялар тағы да адамды күйдіруге алып келеді. Одан кейін адам шаршауды және энергияның жетіспеушілігін сезінеді. Яғни күш қайраты таусылып тұрған сияқты, өзіне бір нәрсе жетіспейтін сияқты, үнемі шаршаңқы, үнемі депрессияда болады. Егер сіз жиі тыңдасаңыз музыканы, үнемі адамда шаршау, депрессия, ашушаңдық сезілетін болады. Бір сөзбен айтқанда, музыканы есірткі деп атауға болады. Есірткі сияқты ол негізсіз қуаныш және мұңды тудыру мүмкін. Музыка орындаушының көңіл күйін тыңдаушыға жеткізетін арна. Ол белгілі бір ақпарат. Көңіл көтеру кезінде біз музыка тыңдағымыз келеді, көңілімізді көтергіміз келеді, мұңды, мұңсыз деген сияқты. Көңіл күйіңізге сай музыканы тыңдай отырып, орындаушыдан сіздің көңіл күйіңізді сезініп, музыкамен үндесетін дос тапқандай боласыз. Яғни музыка менің жан дүниемнің дос екен, менің жан дүниемді түсінетін ән екен, әннің текстары адамның жан дүниесіне сәйкес келеді екен деп біз ойлап қаламыз. Оның барлығы жай ғана алдау ғана. Теріс эмоцияларды күшейтетін және адам психикасына әсер ететін агрессивті, яғни ашулы музыка әсіресе қауіпті. Ол тыңдаушының басқаларға агрессиясында немесе өзінің жеке тұлғасына көріну мүмкін, яғни өзіне өзі ашу келу мүмкін, өзіне көңілі толмаушылыққа келу мүмкін. Бұл біз кез келген қызған құмарлық бізді қоршаған әлемнен шығуды, қолдануды қажет ететін естен шығармауымыз керек. Яғни музыканы тыңдаған кезде адамды миының бір бөліктері ауытқушылық байқау мүмкін. Яғни тек қана ән тыңдай берген адамда мына әлемнің шындығын көре алмай қалу мүмкін.
немесе бізді құмарлықтар басқарады, немесе олар біз арқылы басқарылады. Және соңғы жағдайда біз өзімізге де, тіпті басқаларға да зиян келтіруіміз мүмкін. Музыка біздің құмарлықты арттырып, өзімізді ұстауды әлсіретеді. Сондықтан оны тыңдау зиянды және ол ақылға қонымсыз. Өзімізді ұстауымыз азайған сайын құмарлықты қанағаттандыруға деген ұмтылысымыз одан әрі арта береді екен. Бізге діни шектеулерді ұстану күн өткен сайын қиындап барады. Біз өзімізге аз да болса ренжітуге тырысамыз және өз әрекеттерімізге сылтау іздейміз. Хадистердің бірінде айтылған, ақиқатында ән айту жүректе екіжүзділік тудырады делінген. Музыка адамның эмоционалды құрамдас бөлігіне үлкен әсер ететіндіктен, адамдар оны әрқашан басқа адамдарды манипуляциялау құралы ретінде пайдалануға тырысады. Алғашқы қауымдық қоғамдарда музыка адамдарды транс күйіне түсіру үшін арнайы ғұрыптар мен әдет-ғұрыптарда қолданылған. Бірте-бірте өркениеттің дамуымен музыка салт-дәстүрден, әдет-ғұрыптардан, мәдениет элементтерінің біріне айналды. Көптеген композицияларда зорлық-зомбылыққа шақыру, қара күштерге табыну немесе ежелгі пұтқа табынушылық рәсімдеріндегі музыкалық элементтер бар болса да, қазір көптеген адамдар одан денсаулығына немесе дүние танымына қауіп төндірмейді. Бұл ақпараттардың барлығы тыңдаушының санасына сіңіп, діннен алыстататындай адамдық құмарлықтарға әсер етеді. Ислам адамдарды азат болуға шақырады. Алла тағала адамдарды азат етіп жаратты және оларды өзіне ғана құлшылық етуге шақырды. Алла тағала бізді ашу мен наразылығын тудыратын барлық нәрселерден сақтасын.